Сіздермен бір сүйінші жаңалықпен бөліскім келеді. Баршаңызға белгілі, биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалпы халықаралық ғылыми жоба жарыстарында бірінші, екінші, үшінші орын иеленген жеңімпаз оқушыларға және оларды дайындаған білікті ұстаздарымызға бір реттік сыйақы тағайындау туралы тапсырма берген. Өткен аптада осы тапсырманы орындау аясында бұйрық бекітілген болатын. Биылдан бастап халықаралық жоба жарыстарында, яғни ғылыми жоба жарыстарында бірінші, екінші, үшінші орын алған оқушыларымыз 2 миллионнан 6 миллионға дейінгі аралықта бір реттік сыйақымен марапатталатын болады. Және оларды дайындаған білікті ұстаздарымызға да өзінің базалық айлығынан 18,5 есе, 8,5 есе, тағы да осындай өзінің еселенген көлемінде бір реттік сыйақы тағайындалады. Менің ойымша бұл білім мен еңбекті нақты бағалаудың жарқын дәлелі, сонымен бірге дарынды оқушыларымыз бен оларды үздіксіз дайындайтын білікті педагогтарымызды мемлекет тарапынан қолдау. Баршаңызға жаңа жетістіктер, жаңа жеңістер тілеймін.